кардиомарин өнімін ішіп, операциядан аман қалды. Отбасында 8 ұл екен, 8 ұлдың 7-еуі осы шунтирование операциясын жасатқан екен. Енді осы кісі жасау керек болған, ол кезде коронавирус індеті басталып кетіп, операцияға бара алмай қалған. Одан кейін осы өнімді ішіп, операциядан аман қалған екен. Енді сол адамның өзін тыңдап көріңіздер. Менің өзім диагнозым жүрегіммен ауырып жүрмін. Негізінде тұқымда да бар да. Иә. Сосын ағаларым, інілерім бәрі операция жасады. Шунтирование деген. 208 жігітпіз, соның тек менде жасалған жоқ операция. Оны Астраханда емделіп жүрдім. Олардың да дәрісі мощный. Аптектерде таппайды, олар бөлек. Соларды ішіп жақсы болып жүрдім де, мына пандемиямен бару қиын болды да. Бір жылда бармай қалдық. Сиыр тапсырып, анализм тапсырып келдім. Бірақ алдында мынаны іштім шай бойы. Дайындалдым әдейі. Жаңа нанды азайттым. Нанды ұмытып кеттім 100% қазір. Керек жерінен жеймін, онда үйреніп кетесің. Сосын барып мынаны ішкеннен анализ тапсырғанда қарапты, бәрін тексерді, нормаларын қарайды ғой. Сосын сен армияға дайынсың ғой деді. Мен онда сезіп жүрдім да. Мен бір тамырым деліп қала береді, арқам шаншиды да. Сондай болып жүрді. Содан кеткеннен кейін қойдым. Сондықтан ең бірінші жаңа бәрін алып ақша жетпеді деп, мынадан бастадым ғой жүрек дегесін. Өзіне. Бірақ адам